Бүгін Қазақстандағы жалғыз темір бетон құбырларын шығаратын зауыттамыз. Бұл темір бетонды құбырларға зауыт 80 жыл қызмет көрсету мерзіміне кепілдік береді. Армысыздар ағайын. Эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында темір мен бетоннан құбыр жасайтын зауыттың тыныс тіршілігімен танысатын боламыз. Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында 5000 шаршы метр жерге орналасқан Сапа су зауыты. Қазақстанда темір бетон бұйымдарын жасап шығаратын ірі кәсіпорын. Өдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында пайдалануға берілген зауыт құбыр, монолитті құдықша, технологиялық бетон және өзге де темір бетон бұйымдарын жасап шығарады. Кәсіпорында 100-ден астам адамға жаңа жұмыс орны ашылған. Жол бизнес картасы бойынша 20-20 бағдарламасы бойынша жеңілдетілген несие берілген, қайтадан кәсіпорын жаңарту бойынша бұл көлемі 990 миллион көлемінде кредит берілген. Бұл кредитті, бұл ақшаны үнемді істетіліп, кәсіпорын өз кәсіпорын жаңартып, Сапа суды тағы да жаңа жұмыс орындар ашып, қазіргі таңда өз жұмысын сәтті жүргізіп, қарқынды жұмыс істеп жатыр. Темір бетон бұйымдарын шығаратын зауыттың өнім өндірудегі әдісі өзгеше. Мұндағы өнімнің бастапқы қалпынан тауарға айналғанға дейінгі аралықтағы жұмыс барысының әрбір бөліміне тоқталсақ, алдымен өнімге керекті шикізаттан бастайық. Шикізаттың 90% жергілікті жерден алынады. Шикізатқа цемент, ұсақталған тастар, құм, химиялық қоспалар жатады. Зауытқа әкелінген шикізаттар өндіріс цехына жіберілместен бұрын арнайы зертханадан өтеді. Цемент ең көбінесе бұл ящик вещество болып келеді. Бетон құрамында ең негізгі маңызды мәселе осы цемент болып келеді. Цемент, сосын қиыршық тас, онда 20 фракциялық, онда 20 мм. Бұл жерде екеу қосамыз, онда 20 мен 5-10. Және құм бар, су және химиялық қоспалар. Құбыр жасауға керекті шикізат өнімдері сапа бақылауынан өткеннен кейін зауытқа жіберіледі. Алайда құбыр құрылымында тағы бір зат бар. Ол құбыр қаңқасы. Құбыр қаңқасы А3 және А2 темір арқауларынан құрастырылады. Заманауи технология. Бұда бізде темір бетон трубаларына қаңқа өндіріледі, дайындалады. Бұда барлық автоматты түрде жасалынады, барлық жұмысы. Жұмыстың 90% деуге болады, автомат түрде басқарылады. Бізде бұл жерде арматур 8 мм және 10 мм маркасы А1 және А3 пайдаланылады. Мұнда 500 диаметрлік қаңқаспенен 1600 диаметрлік қаңқасқа дайындау болады. Құбырға керекті қаңқаларды жасап шығарып жатқан заманауи техника компьютерлік бағдарлама арқылы басқарылады. Мұндағы арнайы бағдарлама құбыр көлеміне орай арматураларды дәнекерлейді. Қаңқа құрушы құрылғы әрі жылдам, әмбе қауіпсіздік шараларында қатаң есепке алады. Темір бетон қаңқасын дәнекерлеу құрылғысы. Бұл жерде барлық құрылғыларда техникалық қауіпсіздігі жақсы сақталған. Лазерлі сәуле арқылы қандай да бір адам құрылғыға жақындаса, аппарат өзінің жұмысын автомат түрде тоқтатады. Тексеріп көрейік. Қорға қажетті шикізат өнімдері сұрыпталды. Қаңқалар да дайын болды. Енді барлығын мөлшермен қосып пайдалану қажет. Бұл процесті де атқаратын компьютерлік бағдарламаға негізделген германиялық құрылғы. Бір алып темір бетон құбырын мұна оператор бар болғаны компьютердің перне тақтасын басып қана жасап шығарады. Жұмыста мақсатым бетонды аппараттарға жіберіп отыру. Маған осы екі аппараттың операторлары звондап бетонды заказ береді. Мен солардың заказын қабылдап, осында бетонды араластыруды бастаймын. Бетонын бір аппаратқа жасауға 4 минут уақыт кетеді. Осы бункерларды басқарып отырам. Температурасын, бетонның ылғалдылығын. Сондай-ақ компьютерлік бағдарлама арқылы құбыр жасаудың қанша пайызы орындалғандығын, құрамы қандай, көп немесе аз мөлшерде қосылғандығынан хабар беріп отырады. Темір бетон бұйымдарын жасау құрғақ әрі вибрат тығыздау әдісі арқылы жүзеге асады. Арнайы қалып ішіне қаңқаны орнатып, оған сұрыпталған шикізат өнімдері құйылады. Міне осылай бетон құбыры да даяр болады. Қалыпты керінге салынып жатыр. Мысалы, бірінші құйылып болады, сосын көтеріп алып барып, анжаға алып барып қоямыз. 12 сағаттан кейін көтеріп алуға болады. Bütün izleyelim. Германияда өндірілген, шығарылған
құрылғы болып табылады. Ол құрылғыда 500 мм-ден 2000 мм-ге дейінгі аралықтағы трубаларды шығаруға болады. Өте тиімді, бұрадан басқаруға болады. Диаметрі 1000 мм-лік құбырдың қаңқасы қалыпқа киілуге әзір тұр. Сыртына қалып кигізіледі, вибра тығыздау әдісіменен бетон нығыздалып болғаннан кейін қалып шешіліп, дайын бұйымдарды мінекей мына жаққа тізеді. Бұл жерде 12 сағат тұрғаннан кейін өзінің бекемдік қуаты 90% алғаннан кейін қоймаға жіберіледі. Қоймаға жібермес бұрын өнімнің бекемдік қуаты бақылауға алынады. Бұл құрылыс материалының беріктігін анықтайтын құрылғы. Бетон өнімдерінің бекемдігін анықтайтын қызметкер дайын өнімнің сапасын тексеру үстінде. Прочность проверяется при 15 ударах. Дайын өнімнің бекемдік қуаты 15 соққы жасағаннан кейін анықталады. Қазір мен көрсетейін. Соответственная прочность. Міне енді нәтижесі шықты. Құрылғы құбыр беріктігін 100%-ық өлшеммен анықтады. Бұл жоғары баға. Жалпы даяр болған өзге бетон өнімдерінен де осы бағамен шамалас нәтижеде көреміз. Себебі темір бетон бұйымдары вибра тығыздау әдісі арқылы жасағандықтан, сондай-ақ құбыр құрамында химиялық элементтер болғандықтан, темір бетон беріктілігі әдеткі мезгілінен ертерек өз күшіне енеді. Беріктік демекші, зауыт басшылығы құбырдың бекемділік қуатын баса назарда ұстайды. Тіпті арнайы құрылғы анықтаған жоғары көрсеткішті біле тұра. 24 тонналық жүк көтергіш көліктерді жаңа даяр болған құбырдың үстінен де жүргізіп көріпті. Бұл да бір сынақтың түрі. Себебі мұндай салмақ астында еш жері бүлінбей, бойына сызат түсірмеген құбыр кез келген жағдайға төзімді екендігінің анық дәлелі. Ал әрбір ортаға төзімді болып, өз беріктігін жоғалтпау қауіптіліктің болмауына кепілдік бермек. Темір бетон құбырының қосылған жерлеріне тығыздағыш резеңкелер жабыстырылады. Данная труба, она также комплектуется уплотнительными резинками. Темір бетонды құбыр тығыздағыш резеңкелермен жабдықталады. Дисмус техника деген немістің компаниясы ұзақ мерзімге жарамды резеңкелер әзірлейді. Және де германиялық компания әзірлеген жабдықтар құбырды кез келген ортада төзімді болуын қамтамасыз етеді. Айта кету керек, мұндағы жарамдылық мерзімі 100 жылдан асады. Сондықтан тұтынушыға әлеуметтік жағынан тиімді тауар болып есептелгендіктен сұранысқа да ие. Зауыт құбыр, монолиттік құдықтар, технологиялық бетондарды өндіреді. Мұндай өнімдер бүгінде тез дамып келе жатқан жол және азаматтық құрылыс, инженерлік желілер нарығында ауадай қажет болып саналады. Қазіргі таңда темір бетонды құбырдың 9 диаметрлі түрін шығарып, зауыт жылына 700 мың текше метр бетон шығаруда. Еліміздің солтүстік өңірлерін технологиялық бетонмен және сапалы темір бетон бұйымдарымен қамтамасыз етуде. Основными заказчиками данной продукции у нас являются... Біздің өнімге негізгі тапсырыс берушілер бұл Астана қаласының әкімшілігі, яғни тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, сондай-ақ құрылыс, энергетика салалары. Біздің құбырлар нөсер канализациясын орнатуда, сондай-ақ Астана қаласындағы Қабанбай Батыр көшесіндегі инженерлік желі құрылысында салынды. Сонымен қатар Кіші Талдыкөл өзеніне нөсер канализациясын орнатуға біздің құбырлар тартылған болатын. Бұл зауытта күніне дәл осындай темір бетонды құбырлардың 200 бірлігі шығарылады. Астананың жаңа көшелеріне және Экспо 2017 көрмесінің құрылысына дәл осы құбырлар пайдаланылуда. Болашақта зауыт басшылығы өндірістің қуаттылығын, өнімділігін арттыру үшін күніне 500 бірлікке дейін жеткізсек деген жоспары бар. Бүгінгі айтпағымыз осы. Аптайын алып келгенше аман сау болыңыздар ағайын.